гольф клубқа бара жатырмыз. Жалпы бұның барлығын біз не үшін бара жатырмыз, не үшін Ернұрда алып жатырып, қазір гольф клубқа апара жатырмыз. 2 миллион теңге таптың. Не істейсің? Таза пайда 2 миллион теңге таптың бизнес. Бір айда 2 миллион теңге таптым. Екінші қажетті нәрсе ол мақсат. Қанша теңге табыс табамын? Достар, баршаңызға сәлем. Бүгінгі реалити шоудың екінші сериалын бастап жатырмыз. Біз дәл қазір Сарыағашқа гольф клубқа бара жатырмыз. Неге мен за рулем түсіріп жатырмын? Өйткені біз өте асығыс бара жатырмыз, дұрыс па деге? Өйткені гольф клубқа үлгеруіміз керек. Жалпы бұның барлығын біз не үшін бара жатырмыз, не үшін Ернұрда алып жатырып, қазір гольф клубқа апара жатырмыз. Жалпы көпшіліктің бағанадай ойы азеге келсеңіз ба, мысалында кәсіпкер адам деген ол әрқашан өзінің ішкі состояниесін көтеріп жүру керек. Неге? Өйткені сіз егер ішкі состояниеңіз, энергияңыз көтерілген болмаса, сіз бағанағыдай мысалы басқа кәсіпті болмаса бір нәрсе істеуге, яғни ниетіңіз, желанияңыз болмайды, дұрыс па деге? Сол себепті біз Ернұрда қазір гольф клубқа апара жатқанымыз Сарыағаш қаласына, яғни ішкі состояние көтеру бірінші, екінші кәсіпкер дегенді яғни сезіндіру. Яғни адамдар көбісі білмейді, өздері не қалайтынды, және кәсіпкер деген кім екенін білмейді. Сол себепті кәсіпкердің өмірін Ернұрға біз көрсетпекшіміз. Дұрыс па деге? Негізі мысалы біреулерде жексенбі күні деген нәрсе бар да, жұмыс күні бар, және жексенбі күні демалыс күні деген нәрсе бар да. Ал бізде ондай нәрсе жоқ. Бізде қалаған күні демаламыз, яғни кәсіпкерде сондай болу керек. Қалаған күні демалуға өз уақыты өз еркіндегі адам. Өз уақыты өз еркінде. Қалаған уақытта ол жолға шығып кете алады, қалаған уақытта демала салады деген сияқты. Сондықтан біз бұл жерде Ернұрға осыны түсіндіру мақсатында, мысалы бүгін басқалар үшін жұмыс күні болса да, біз мысалы өзімізге демалыс жарияладық та, Ернұрды өзімізбен бірге алып шықтық. Яғни кәсіпкердің өмірін көрсету. Көп көрген сайын, көп ол қызыққан сайын, ол желание деген ішкі состояние, жаңа тәкең айтпақшы, ішкі состояние, ішкі жаңағыдай оның мотивациясы көтеріле береді. Көтерілген сайын, ол көрген сайын, ол түнімен ұйықтамай, мысалы біздің берген тапсырманы оны орындап, ары қарай жетістікке жетеді деп ойлаймын. Бизнесмен адам деген жұмыс деп ойлай береді көбісі, дұрыс па деген. Ондай емес қой. Яғни ол еркіндік та. Кез келген уақытында сен мысалы шетелге шығып кете аласың. Кез келген уақытта мысалы гольф ойнай аласың. Яғни бұл жерде біз Ернұрдың мышление, яғни сезімін былай айтқанда ойлау қабілетін өзгертпекшіміз. Яғни сол үшін арнайы Ернұр үшін қазір гольф клубқа Сарыағаш қаласына бара жатырмыз. Және де барлықтарыңыз сол үшін кәсіпкер болуға тырысыңыз. Және де әрбір қазақтың жігіті, әрбір қазақтың қызы бай болу керек. Дұрыс па деген? Дұрыс. Ернұр, 2 миллион теңге таптың. Бірінші қадам. Не істейсің? Таза пайда 2 миллион теңге таптың бизнес. Бір айда 2 миллион теңге таптым. Допустим. Мал сойып. Не істейсің? Құран оқытатын, мал сойып. Жетіге тарады деген сияқты. Жобасы көп. Так, хорошо, Құран оқытып, потом басқа ойым жоқ. Чөр анаңа бересің де бастады. Түсінбедім. Мамаңа бересің де. Құран оқытасың. Потом ол бірінші табыс сөйтіп кетеді деп ойлаймын. Так, тұра беріңізші. Қараңыздар, құрметті оқырмандар. Адам мысалы Ернұрдың бұл жерде қателігі болып жатқан, қараңыздар. Ақша мысалы елестете алмайды да. 2 миллион мысалы тапқан не істейтінін де білмейді. Түсінікті ма? Бұл үлкен қателік, Ернұр. Сол себепті адам армандау керек, адам әрқашан мақсат қою керек. Сол себепті сіздер мысалы 5 миллион тапқан кезде, 2 миллион теңге тапқан кезде, яғни қаржы мәселесін тапқан кезде не істейтініңізді білу керексіздер, нақты. Сол кезде өзіңіз өте жақсы болады. Сол кезде әрекет болады, иә. А то қазір 2 миллион тапқан кезде не істейтінін білмейді. Бір. Одан кейін оны табу, таппау деген екі вариант болды да. Иә.
ертең 2 миллион тапсам, мен мынаны сатып аламын мысалы. Немесе бірдеңеге біз зат сатып аламын немесе мамамды мысалы умраға жіберемін немесе Меккеге жіберемін деген сияқты оған осы 1 миллион теңге керек, 1 миллион 200 керек деген сияқты бір өзінде арман мақсат болатын болса, сол кезде сенде үшін нақты болады да. Табуға деген нақты мақсат болады. Мен айта берсеңіз. Иә, қазір андай неопределенность болып тұр ғой қазір. 2 миллион тапсаң да не жарко, не холодно. 200 мың теңге тапсаң да не жарко, не холодно болып тұр. Сондықтан бұлай болмайды. Мақсат қою керек обязательно. Сұрап үйрену керек та, сұрап үйрену керек. Және де мынандай нәрсе бар да, адам қашан анау не болады мысалы, бағанадай жұмысы бағана жақсы жүріп, берекесі болады, қашан ішкі состояние деп отыр ғой бағана. Әрине ол Алла тағала берекесі берген кезде бірінші, екінші бірақтан да әрекет жасаңыз. Әрекет қалай жасайсың? Әрекет сен мақсат қойған кезде, мақсатың анық болған кезде. Яғни сен 500 мың теңге табам, 2 миллион теңге. Оны не үшін табам? То есть 2 миллион теңге не үшін керек? Үй алу үшін ба, машина алу үшін ба, бизнес жасау үшін ба? Нақты, бағана Азекең айтқан сияқты, определенность, яғни Азимбек мырза айтты ғой, определенность, яғни нақты болу керек та. Өйткені қараңыз, мысалы мен Мерседес алатын кезде, менде өзімде мынандай мышлениеде қателік тұрған. Мерседесті тек қана қымбат адамдар мінеді. Мерседесті тек қана ақшасы бар, ақшасы көп адамдар мінеді деген менде ой болған. Ол қателік, былай айтқанда, ой дұрыс емес екен да. Мен мысалы, когда өзімнің арманыма, мақсатыма сене бастаған кезде, мен сол Мерседеске жеттім. Яғни өз армандарыңызға, өз мақсаттарыңызға сеніңіздер, және де армандаңыздар. Бұл жалпы армандау даже ақыл емес қой, дұрыс па Азеке? Армандаңыздар. Армандай алу керек, және де дұрыс армандап, дұрыс мақсат қоя білу керек. Сол кезде ол өте жақсы былай айтқанда шешім болады. Рахмет. Дәл осы жерде Ернұрға тапсырма береміз енді. Арман мақсат деген өткенде тапсырма берілмеді. Арман мақсат мақсат берілді ма? Табысқа енді давай, табысқа мақсат берейік. Мысалы, допустим, мысалы 2 миллион теңге тапсам, не істейсің деген вопрос. Потому что ертең ол тауып қалады ертең. Мысалы 1,5 миллион табады, 2 миллион табады, ол бизнестен мысалы ол не де андай күтпеген жағдайда кеп қалуы мүмкін. 2 миллион деген келе салады. Но сол кезде анау ақшаны мен не істеймін деген нәрсе болып қалады да. Сондай болмау үшін қазір армандап қою керек қазір. Как будто ертең сен бір айдан кейін 2 миллион табатындай уже сенде сенімділік болу керек та. Осы нәрсе егер болмаса, онда қиын болады. Сондықтан қазір ақшаға да мақсат қою керек, іс-әрекетке де барлығына қазір уже мақсат қою керек. Достар, біз гольф клубқа келдік қазір. Ернұрмен, Азекеңмен, яғни командамен. Жалпы гольф клуб деген нәрсе, яғни бұл жерде
ауасы, яғни ішкі сезім көтеру үшін келеді адамдар. Жалпы Ернұр, қалай болып жатыр өзің? Сезіміңді бөлішші. Сезім, қалайсыздар достар? Өте керемет. Бәріңіз осындай жерге табиғатқа келіп демалсаңыздар болады, миларыңыз тығынығады. Бұндай жерге келу үшін кәсіп бастау керек қой, дұрыс па? Кәсібің болу керек, көбірек ақша табу керексің, дұрыс па? Иә, кәсіп болу керек. Чего-то добиваться надо. Әрекет қылу керек, ойлану керек. Керемет. Кітап оқу керек. И потом бәрі болады кейін келешекте. Уже мышление өзгерген, уже кәсіпкер сияқты уже ойлайды да, көрдіңіздер ма? Біріншіге де қарағанда қазір мысалы до и после да, екінші түрі. Жалпы Азеке, біз өзіңіз әу деп жүріңіз, біздің оқырмандарға қалай болып жатыр, сезім қалай болып? Негізі енді біз өзіміз Ернұрға қарап, өзіміз өзгерісті байқап жатырмыз. Бірінші видеода сәл басқашалау еді. Қазір өзгеріс бар. Бірақ негізі жаңадан бастайын деп отқан адамдар, қазір осы экран ар жағында отырған, жаңадан бастайын деп отқан адамдарға негізі үш негізі қажетті қабілет бар. Олар біреу, сіздер әрқашан білімге салыңыздар. Сіздер біліммен кәсіп бастайтын болсаңыздар, барлық уақытта дұрыс болады. Барлығы сіздерде дұрыс немен болады, және 80-90% сіздер кәсіпті дұрыс ашасыздар. Екінші қажетті нәрсе ол мақсат. Яғни сіз бір кәсіпті бастап жатырсыз ба, ол кәсіпті бастаған кезде міндетті түрде сізде мақсат болу керек. Қанша теңге табыс табамын? Ол қанша теңге, мысалы 2 миллион теңге табам ба, 1 миллион теңге табам ба, 500 мың теңге табам. Оны тапқаннан кейін мен не істеймін деген жаңа біздің осы видеоның бас жағында қарасаңыздар, мақсаты жоқ болып тұрды да. Яғни міндетті түрде мақсат болу керек. Үшінші ол табандылық, яғни еңбекқорлық болу керек. Сіз бір нәрсеге жету үшін екінші бір нәрсе жертва болу керек қой, міндетті түрде. Бір мысалы ұйқы ол 9 сағат, жұмыс тоже 9 сағат, барлығы дұрыс болып, барлығы өз ретінде болып, сіз бизнес бастап кетуіңіз өте қиын. Ал ұйқыны қысқартып, мысалы 5 сағат, 6 сағат ұйықтап, өз уақытыңызды үнемдеп, солай сіз эффективно өзіңіз уақытыңызды қолданатын болсаңыз, сізде міндетті түрде ол сіз ойлаған арман мақсатыңызда, кәсібіңізде міндетті түрде ашылатын болады. Қараңыздар достар, тағы да бір кәсіпкерге керек қабілет бар. Әзекең қосып өтейін. Әзекең өте керемет нәрсе айтты. Төртінші қабілет, яғни ол қайсарлық, яғни настойчивость. То есть сізде мысалы Ернұрда қайсарлық болатын болса, ол кәсіпті бастап мысалы соңына дейін апаратын болса, ол өте керемет қабілет деп мен ойлаймын. Сол себепті реалити шоу қызық болып отыр деп ойлаймын. Жалпы Ернұр, дұрыс па? Пайдалы, ары қарай жалғастырамыз, Құдай қаласа. Достар, біз офиске келдік. Қазір Азимбек мырза, Ернұр үшеуміз келдік қазір. Бізде қазір Ернұрдың біраз тапсырмаларын тексеріп, біраз жұмыстарын көріп, қазір таңда қай жерде тұрмыз, қандай қиындықтары болып отыр, қандай плюстері болып, соның бәрін көрмекшіміз. Жалпы бір-екі қиындықтар да болып жатыр өзімізде. Азеке, не дейсіз? Иә, бұл жерде қиындық мынандай болып тұр. Мойкада жұмыс жасайды ғой, барлықтарыңыз білесіздер. Мойкадан шықпай жатыр. Яғни ол сіздерде де болуы мүмкін. Сіз бір жерде жұмыс жасауыңыз мүмкін. Мысалы, бір мекемеде бір айлыққа жұмыс жасап жүрген 9-дан 7-ге дейін жұмыс жасап жүрген жұмысшы болуыңыз мүмкінсіз. Бизнеске уақыт бөлмесеңіз, бизнеске мысалы 9-дан 7-ге дейін жұмыс жасап жүрсіз, келсеңіз. Одан кейін күніне 2-3 сағат сіз бизнеске уақыт бөліп, өзіңіздің дамуыңызға, бизнесті мен зерттейін, тапсырманы орындайын, берілген тапсырманы мысалы біз қазір Ернұрмен жұмыс жасап жатырмыз да. Осы нәрсені сіз егер жасамайтын болсаңыз, бұл нәрсе сіз осы деңгейде бизнес бастап кете алмайсыз. Ол қалай? Дәл осы, мен өткенде де айттым мен. Дәл осы Ернұрға да айтамыз да. Осы деңгейде жүрмін. Мойкада мысалы табыс тауып жүрсің қазір, мақұл 150 мың теңге, 180 мың деген мысалы табыс тауып жүрсің. 180 мың теңге табыс тауып жүріп, ол былайша айтқанда зона комфорта деген жерде, ол зона комфортқа кіріп қалған. Бірақ ол жақты қоймай, ол жақты хотя бы мысалы енді сағат 4-ке дейін жұмыс жасап, 4-тен кейін өзіңе бизнесіңе уақыт бөлмей, бизнес бастауға мен кішкене өзіңді өзгертуге уақыт бөлмей, ол жақты да мына достарыңды да, араласып жүрген достарыңды да, ағайын туысқанды да барлығын қатар алып жүріп, бизнесте 2 есе табысқа тауып кетіп, ондай мүмкін емес. Мен кез келген кәсіпкермен, кез келген адаммен спорласа аламын. Бір нәрсеге жету үшін
екінші бір нәрсе жертва болу керек. Ұйқыны қысқарту керек, мысалы ұйқыны қысқарту керек. Жұмыста біз келсеміз, айттық қой, мысалы сағат 4-ке дейін жұмыс жаса. Сағат 4-ке дейін жұмыс жасау керек. 4-тен кейін ары қарай түнгі сағат 12-ге дейін өзіңнің дамуыңа, өзіңнің біліміңе, тапсырманы орындауға сен жұмыс жасауың керексің. Осындай нәрсемен ғана сен табысыңды екі есе аласың, басқа нәрсені бастап кете аласың, өзіңнің өміріңді өзгерте аласың. Егер мына нәрсені сен жасамасаң, мына біздің жасап отырғанымыз бекер болып қалады. Бұл не болмайды, нәтиже болмайды. Мен уже тәкең қанша тәжірибе, қанша адам сіздің алдыңызда өтті. Мысалы, менің алдымнан қанша адам тәжірибе, мысалы, 2,5 мыңнан астам адам өтті, мысалы да. Оның барлығы осы деңгейде өткен. Оның барлығы осы деңгейде өтті, осы немен жүрді. Былайша айтқанда, бір нәрсеге уақыт бөлмей, жертва болмай, мысалы, жұмысың жертва болсын. Мысалы да, кешкі сағат 4-тен кейін жұмыс істемей ақ қой. Мақұл, табысың азаяды, екі есе. Бірақ жұмыс істемей көресің. Сен оқуға көңіл бөлу керексің. Ернұр, былай ғой, біз видеода айтылмай қалды, қазір біз Ернұрға тапсырма бергенбіз, жарты тапсырма орындалған, жарты орындалмаған. Біз қанағатсыз болып жатырық жалпы тапсырмамен. Неге? Өйткені толықтай жасалмаған. Бір. Екінші, видеода түспей қалған мәселе, Ернұр мойкеге уақытын бөліп жатыр. Сағат 10-ға дейін, сағат 9-ға дейін. Ол бизнеске уақытын бөліп жатқан жоқ та, яғни тапсырмалар орындалмай не үшін? Өйткені ол мойкада жұмыс жасау, яғни зона комфортада жүр. Сол себепті біз қазір Ернұрға айтып жатырық. Тапсырма ертеңнен бастап, Ернұр, ренжіме, енді сен келістің, дұрыс па? Реалити шоуға түсем дедің. Бизнес бастаймын дедің, дұрыс па? Сағат 4-ке дейін жұмыс істеуге тура келеді. 4-тен ары қарай өзіңе уақыт бөл. Табысың азаяды, бірақ сен өзіңе уақыт бөліп бизнес бастамаса, ол болмайды еді. Бір. Екінші, бізде мынандай не болып жатыр? Ернұрда ішкі состояниеде сомнение болып жатыр да. Өздеріңіз білгендей біз гольфқа да апардық енді. Адам армандады, көрді, бірақтан да по-любому андай адам зона комфортынан шығу всегда қиын. Өз-өзіне всегда сомнение болады. То есть адам құлай салғанда оңай көреді. Поэтому Ернұр, өзіңнің қалай айтсам болады, мен саған айтқым келіп жатқан ешқашан берілме. И қазір мысалы формула жазып беремін, бизнес идеяларды қалай анализ жасау керек. Оған дейін біз сенің тапсырмаңды зерттейік, тексерейік. Қандай нелер бар, идеяларды алдың, өзің ойландың, қайсысын көрдің, өзің айтшы полностью. Мен көрген нелерім негізі микрофонды ала берді, естіп отырмын. Мойка бар, сухой продукты, европолики, фастфуд, очки, аксессуар на телефонға да. Кейін мұсылманский товар, жеміс жидектер, оқу құралдары, канцелярскийді. Кейін аяқ киім. Соларды көріп отырмын. Бірақ оның бәрін таңдай емеспін, арасынан бір-екеуін таңдаймыз. Біреуін, жақсы. Жалпы тапсырмалар бойынша алдында өздеріңіз көрдіңіздер, мен инстаграмда история салдым ба, Ернұр кітапханада көріп қалдым деп, не десің. Кітап алынды, дұрыс па? Кітап алынды. Одан бөлек платформаға тіркелмеді, дұрыс па? Задание орындалмады, Жадыра ханым жаздыңыз ба? Жадыра ханымға жаздым. Ол неге қосты ма, қоспады ма ол кісі? Не жіберді маған? Аккаунт жібердім. Қосылды ма енді? Көрдіңіз бе сабақты, көрмедіңіз бе? Сабақ ішінде жоқ. Былай да, Ернұр, егер сізге мысалы бірдеңе түсініксіз болатын болса, сіз сұраңыз. То есть сұрамаған балаға сүт те жоқ. Егер мысалы аккаунт қалай болса керек, ол қиын нәрсе, ол сізге жаңа нәрсе да, оны түсінбейсіз. Сіз осы жерге келіп, мойканың қасында ғой, жап жақын, келесіз, сұрайсыз. То есть Жадыра ханым, мына көмектесіп жүріңіз. Сіз қашан жұмыста боласыз? Надо беспокоить да. И сізге курсқа доступ абсолютно тегін беріп отырды да. Оны қаншама адам мысалы доступ ала алмай жүр. Ал көру керек бір. Екінші, кітап оқылды ма? Қайсысын оқыдыңыз? Вавилон оқыдыңыз ба? Не түсіндіңіз? Біраз нәрсе түсіндім. Пайдалы болды ма, пайдалы болмады ма? Пайдалы болды, жай. Кітап деген не қалай айтсам болады, мотивацияны көтеріп жатыр ма негізі? Қанша бет оқыдыңыз примерно? 50 бет оқыдыңыз ба? Түсіндіңіз примерно? Қашан бітіремін деп пландап отырсыз? 1 күнде бітіремін ғой. 1 күнде? 2 күнде бітіріңіз онда, хорошо? Кітапты, ана кітап, екінші кітап ше? Екінші кітап оқуым ма? Әлі оқылмады ма? Жоқ. Сол 2 күннен ана кітап бітіріп отырмын. Хорошо. Так, енді мына идеяларда жазғаннан жалпы осы алдындағы біз бірінші реалити шоудан, екінші реалити шоу қанша уақыт өтті әзірге? 4-5 күн уақыт өтіп кетті. Бір аптадан жуық өтті. Не істедіңіз бір аптада? Не істедіңіз? Осы бизнеске арнап уақытыңызды бөлдіңіз ба? Күніге ойланып жұмыстан кейін.
қараңыз Ернұрда былай да сіз мысалы өзі мысалы 7 күн бар да 7 күн әр күні сіз мысалы мойкадан шығасыз түнгі сағат 10-да 11-де дұрыс па үйге барасыз да соткадан шықлап идея зерттейсіз дұрыс па сондай отыр ғой уақыт күніде енді сіз бұндай темппен нәтижені не ожидайте честно нәтиже олай болмайды по-любому неге өйткені ол қалай айтсам болады сіз бизнеске полноценно жертвовать етпей Әзекең айтқандай бағандай өз уақытыңызды өзіңіз күшіңізді жертвовать етпей бизнесте нәтиже болмайды сіз нәтиже қалайсыз бірақ әрекет болмайды әрекет жасап жатсыз бір әрекеттің 1% жасап жатсыз шын керек та 1%. Сіз қараңызшы 7 күн уақыт өтеді, только идеяларды жазасыз, мысалы, кітап оқыдыңыз, дұрыс тапсырма істедіңіз, кітап оқыдыңыз, жадырақаным жазыпсыз, бірақ толық емес та істелген тірліктерді. Но сіз полноценный бұл бизнеспен сіз ауырмасаңыз, бұл бизнеске сіз күніңіз 7 күннің 6 күнін арнамасаңыз, хотя бы мысалы, қалай айтсам, бір күннің 24 сағаттың мысалы 5 сағатын, 6 сағатын арнамасаңыз, мысалы, полный никак результат болмайды. Әзекең айтқандай. Никак болмайды. Енді решение қандай? Решение сен іштегі состояниені өзгерту керек. То есть іштегі сенде қазір сомнение әлі болып тұр да, мен түсіндім сен істеймін бе істемеймін бе деп ше, сомнениені алу керек. Сомнениені қалай аласың? Мойканы сағат 4-ке дейін істейсің. 4-тен ары қарап өзіңе уақыт құртасың. 4-тен ары қарап бизнеске, өзіңе, кітап оқуға өзіңді дамытасың. Так, қараңыздар, бізде жалпы идеялар таңдалды. Идеялардың ішінде бір 10 идея бар, қанша бар? 10 идея бар. 10 идеядан енді біз бір идея шығаруымыз керек бүгінгі бізде реалити шоуда. Екінші, біз кімнің Ернұрдың ішкі состояниедегі сомнениені алып тастауымыз керек. Яғни зона комфортадан шығу керек. То есть адам бизнеске кету оңай емес. Поэтому бұл кісімен біз декларация құрамыз. Ең бірінші бізде анализ конкуренция деген керемет формула бар. Яғни идея таңдағаннан кейін анализ конкуренция жасалады. Екінші декларация. Декларация құрамыз. Декларация. Так, анализ конкуренция жасау үшін бізде 10 идея бар. Мына жерде дұрыс па? 10 идея. 10 идея. Ернұр саған тапсырма. Жалпы идея сен таңдадың. Идея таңдағаннан кейін енді біз ол идеяларды анализ жасауымыз керек. Поэтому сен бұлардың бәрін идеяны анализ жасайсың. Ең бірінші Инстаграмдарды зертте. Инстаграмдарды зертте. Бірінші. Екінші, можно продукттың өзін қанша тұрады, кімде қанша, то есть продукттың өзін 5 конкурентті зерттейсің. То есть әр идеядан, мысалы, то есть мысалы бірінші сен бағана не сату, полик сату дедің, эвополик дұрыс па? Эвополиктің сатуының 5 Инстаграм зерттейсің. Әр идеядан 5 конкурент. Әр идеядан. То есть Инстаграм полностью графиктерін, бағаларын бәрі, продукттерін, үшінші қандай продукт сатады, үшінші бағалары, төртінші рекламаларды зерттейсің. То есть кім немен айналысады осы 10 идеяда жалпы қалай сатып жатыр, не істеп жатыр полностью да. Бесінші жизнь клиента деген нәрсе бар. Енді саған қазір пока керек емес, бірақ жазып қоя сал. Енді пока ақшаны оған құртпай қояйық. То есть біз мына 10 идеяны зерттеп, бір идея шығаруымыз керек. Бір идеяны шығару үшін біз 10 идеяны әрқайсысын подробно тексеруіміз керек. Подробно тексеруіміз керек. Прям бағасын, рекламасын, қандай реклама беріп жатыр, кімге беріп жатыр, Инстаграмдар қандай жалпы. Әр идеяны бесеу, әр идеядан бесеу керек. То есть 5 Инстаграм, 5 конкурент бар, 5 баға деген сияқты бәрінде да. То есть бұл анализ конкурент деген нәрсе. Енді декларация. Декларация деген адамның ішкі состояниесін өзгертетін нәрсе. Жалпы қазір Ернұр сенімен декларация жасаймыз. Сенде точка А қазір бізде қанша тауатсың, честно айтшы? 100-150 ма? 100-150 да? Стабильный емес, сонымен де әр кезде әрқалай. Бірақ бұл бизнесте емес. Бұл бизнесте емес. Бұл айлық болып тұр ғой, дұрыс па енді? Айлықпен жаза қазір. 100-150. Бірақ бизнесте 0 дұрыс па? Бизнесте 0. Бизнесте 0. Давайте біз оны бүйтіп қояйық. Точка Б-ны бизнесте 200 деп қояйық. Я думаю, нормально. То есть бизнесте сіз точка Б біздің мақсатымыз бір айда точка Б бизнесте 200. Неге бұны аз жазып жатырмын? Өйткені сізде мынаған андай болу керек та,
перевыполнение болу керек та. То есть сіз қазір мысалы 1 миллион деп қойсаңыз, 1 миллион деп бар ғой, мысалы точка Б жетем деген мақсат бар ғой. Сіз точка Б 1 миллион қойып, жете алмай 700 мың жасасаңыз, сізде энергияңыз өшеді та, мотивация өшіп қалады тоже. Поэтому мотивация деген нәрсе өте аккуратно істеу керек. Сол үшін сізде бизнесте 0 болып тұр, қазір вообще жоқ. Сіз 200 мың бизнесте жасасаңыз, уже сізде андай мотивацияңыз артылады да. Мен 300 мың жасай аламын, 400 мың жасай аламын деген сияқты. Поэтому қазір декларация деген нәрсені біз қолданамыз. Қазір саған сәл түсініксіз болуы мүмкін, саған қиын болуы мүмкін мына нәрселер. Поэтому мен саған айттым, түсінікті болу үшін мен саған сабақтағы нелерді доступ бердім. Яғни курстарды, сол курстарды көру керек. Декларация деген не ол, анализ конкурент деген не ол деген сияқты. Барлығы платформада жазылған полностью. Саған оны арнайы доступ бердім. Так, задание түсінікті ғой, анализ конкурентов, иә? Декларация точка Б примерно 200-250 қойып. То есть сен бизнестегі нәтиже бір айда жетем деген нәрсе да. Соған біз сенімен бірге бизнесте жетейік, өйткені бизнесте сенде 0 болып тұр қазір табысың. 0 болып тұр. Енді саған қазір декларация жазу керек. Мен саған А4 беремін. Декларация деген нәрсе бұл адамның ішкі состояниесін көтеретін нәрсе. То есть сен сомнениеңді алып тастайтын нәрсе. Яғни сен қазір мысалы бизнес жасайын ба, жасамайын ба, реалити шоуға түсейін ба, түспейін ба деп екі ойлы болып жүрсің да. Ал декларация деген нәрсе көпшілікке уәде беретін ақ қағазда прям, түсінікті ма? Прям жазып қой, декларация деп блокнотқа жазып қой, өзіңе понятно болсын. Енді құрметті оқырмандар, қараңыздар. Бір адамды кәсіпке үйрету, оны ояту жалпы негізі оңай болмайды. Мына жерде қазір бүкіл осы біз қанша әрекет жасадық, мысалы бір апта, бір апта болған тапсырма бердік, орындамайды. Ол бізде курсқа келгенде де осындай. Тапсырма береміз, орындамайды. Орындамаған осындай болады. Қараңыздар, декларация деген өте керемет нәрсе. Біз мысалы бізде курста біз әртүрлі студенттермен жеке-жеке осындай декларация құрамыз. Сол себепті бізде нәтиже құдайға шүкір мыңда бір өте жақсы нәтижеге жетіп жатыр. Және де декларация деген адамның мақсатына жеткізеді. Мақсатына. Ол жақсы да болу керек, және де жаман да болу керек. Яғни адамда басқандай вариант болмай қалу керек, өз-өзін бағанағыдай жертвовать ету керек деп отыр Азекең. Сол сияқты бұл жерде декларация өте қатты көмектеседі, Құдай қаласа Ернұрға. Ощущение қалай, Ернұр? Енді оқып берсе, оқып бер. Енді оқып берсең бізге. Видеосы бар. Мен Құралбек. Тұр. Мен нақты түсіріп алайын. Так. Достар, бізде реалити шоудың Ернұр деген жігіт. Давай, Ернұр. Мен Құралбек Ернұр 23 сәуірден 23 мамырға дейін бизнес бастап 200 мың табыс табамын. Уәде беремін, тапқан жағдайда отбасымен сандық мейрамханасына отбасымен барамын. Егер де 200 мың таппай қалған жағдайда 24 мамыр күні жаңадан келген бір балаға соткын подарок. Қай жаққа келген? Жұмысқа. Автомойка. Иә. Айтса, қай автомойка? Граф автомойкасына жаңадан бала келсе, телефон. Соған телефон. Жаңадан емес, кім бірінші келеді? Кім бірінші келеді? Алғашқы таңертең кім жұмысқа бірінші келеді, соған. Так, телефон қой. Иә. Егер клиент келсе де болады, дұрыс па? Жоқ, клиент. Саған бәрібір емес пе? Біреуге берсің ғой. Так, клиент келсе де болады. Бірінші келген адам. Ең бірінші келген адамға бересің. Так, қараңыздар, достар, Ернұр жалпы декларация құрды, нақты диктофон жазып алып жүрген, ертең көреді запистерін бәрін. Егер де бұл кісі бизнес бастап 200 мың теңге таппаған жағдайда, бұл кісіні өйстіп қатал ұстамасақ, мына телефон 24 мамыр Мойкеге ең бірінші кім келеді, соған сыйлық. Өзі уәде бер. Жігітше уәде бер, дұрыс па? Енді орында көрге. Жігіттің уәдесі бұл уәде, дұрыс па Зеке? Иә. Ал сәттілік? Сіздерде, құрметті оқырмандар, сіздерде сәттілік тілеп қойыңыздар. Мына астына Ернұрға мотивация болсын, Ернұрға кішкене өздеріңіз сәттілік тілесеңіздер, бұл да ертең комментарияны оқиды. Сондықтан міндетті түрде астына сәттілік Ернұр, сен жетесің деген сияқты жақсы бір жылы жаңағы тілектеріңізді тілеп қойсаңыздар, бізде бір қуанып қалатын едік. Достар, тапсырма қандай? Так, ең бірінші тапсырма ертеңнен бастап бизнеске уақыт бөлесіз, Ернұр. То есть Мойкадан сағат 4-ке дейін жұмыс жасайсыз. 4-тен ары қарап бизнеске өзіңізге уақыт бөліңіз. Кітап оқуға деген сияқты, өз-өзіңізге инвестиция салу керек. Зона комфорттан шығу керек. Екінші тапсырма. Анализ конкурент жасайсыз. Әрбір идеяға 5 бағанадай нелерді, нишалар таңдайсыз. Әрбір идеяға. То есть бір идея таңдадыңыз ба, 5 конкурентті тексересіз. Екінші тапсырма. Үшінші тапсырма, бағана жадырағанынан доступ аласыз. Толықтай
4-ші тапсырма мастер-классқа келесіз. Мастер-класс біз жексенбі күні болады. Өте жақсы не болады. Ол сізге өте пайдалы болады, мен сенімдімін. 5-ші тапсырма мына декларацияны 200 000 теңге емес, бір айдың ішінде 400 000 теңге, 500 000 теңге жаса көріп. Әрбір қазақ мен әрқашан айтамын, бай болуға лайықты. Бай болғың келе ма, бизнесмен болғың келе ма, өз-өзіңе уақытпен өзіңе арнап, басқа нәрсемен жертвовать ету керек, Азик айтып жатқан сияқты. Сол себеп давайте декларацияны жасайық. Хорошо? Барынша тырысайық. Идеяны таңдайық. Достар, сіздерге мен ойлаймын, реалити шоу ұнап жатыр деп. Егер де ұнап жатса, міндетті түрде лайктар басыңыздар. Және де достар, осы видеоны барлық WhatsApp достарыңызға, туысқандарыңызға, группаларға таратыңыздар. Өйткені бұл нәрсе ол кісілерге де пайдалы болу керек, және де сіздерге де пайдалы болу керек. Егер де сіз WhatsApp-пен таратқан кезде, сізде бұл WhatsApp-та, яғни сақталады. Сіз әрдайым бұл видеоны көре аласыз. Сол себепті достар, міндетті түрде біздің каналға тіркеліп, комментария жазып, Ернұрға қолдау көрсетіп кетейік. Баршаңызға сәттілік.